Тоқаев күзде референдум өткізу арқылы қазақ жерінде атом электр станциясын салу-салмау мәселесін шешеміз депті. Бұл айналып келгенде Тоқаевтың қазаққа жасаған тағы бір зұлымдығы, тағы бір қастандығы болмақ. 100% түрде, сенімді түрде айтуға болады, бұл атом электр станциясын Қазақстанда ешқашан Американың, Англияның, Францияның, Германияның, не Жапонияның, не Израильдің компаниялары салмайды. Бұл атом электр станциясын тек қана Ресей салады. Енді осыдан ойлай беріңіздер. Қазақстанда атом электр станциясына қажеттілік бар ма еді? Жоқ болатын. Ендеше не үшін атом электр станциясын саламыз деп отыр? Бұл жерде бір ғана мақсат Путинге ақша төлейді. Бұл атом электр станциясы Ресейге, сол Ресейдің құдай ұрған ескі технологиясымен, апатты технологиясымен салынғанына қарамастан, оны сол Американың, тіпті Израильдің технологиясынан бәлем-бай жыл артта қалған технологиямен салғанына қарамастан, сол америкалық бағадан 100 есе қымбат баға төлейді. Және ортадан Тоқаевтың өзі қалтаға сарады. Сосын біздің ұрпағымызға бәлем-бай мың жылдық қасіретті тастап кетеді. Мүмкін қазақтар ең көп шоғырланған Қызылорда, Шымкент, Алматы сияқты жерлерге атом бомбасын жару арқылы сәбет орындай алмай қапыда қалған қазақты түбімен құрту арманына жетеді. Шығыста 500 мәртеден артық атом жарды. Орталық Қазақстанда, Батыс Қазақстанның ортасынан Байқоңырдан Гептилдің уын шашты. Енді ойла, Алматының іргесінде орыстың ракетасына қалаңы бар. Өз жерімізде 13 әскери базасында қаншама улы сынақтар жүріп жатыр. Совет кезінде қаншама химиялық, биологиялық, биохимиялық және атомдық сынақ алаңдарына айналған Қазақстан ендігіде Тоқаевтың қолымен тағы бір мәрте орыстың ойран салатын орталығына айналмақшы болып тұр. Енді қазақтар сендерге бір ғана шығар жол қалды. Сендер референдумға қатыссаңдар да, қатыспасаңдар да, өз аттарыңнан бәленбай миллион қазақ атом электр станциясын салсын деп дауыс берді деп, қолдан өтірік құжат жасай салады. Оның жалғыз жолы бүкіл қазақ, тайлы таяғың, еркек әйелің, бала шағаң қалмай, 7-дегі баладан 70-дегі ақсақалға дейін. Міне барлықтарыңыз біз атом электр станциясын салуға қарсымыз деп әлеуметтік желіде сөйлеңдер. Және біз осы видеоларды әлеуметтік желіде жинап, қанша миллион қазақ атом электр станциясына қарсы деп халықарада дабыл қағамыз. Сенің осы видеоң, дабыл қаққан видеоңның әрбір саны біз қанша 100 мың, қанша миллион адамның санын жинай аламыз. Сол арқылы халықаралық қысыммен ғана тоқтатпаса, Путиннің тесік құлақты таңбалы құлы Тоқаев қазаққа бәленбай мың жылдық қасіретті өз қолымен орнатып кетпекші. Ойлан қазақ, үнсіз қалма. Атом электр станциясына қарсылығыңды бүкіл әлеуметтік желіде айт, жаз. Біз соның статистикасын жасаймыз. Немесе Атажұрт партиясының мүшелерінің телефоны біздің YouTube арнамыздың астында сипаттамада тұр. Сол телефондарға өздеріңіздің мен бәленбай Түгенұлы, пәлен облыстың Түген ауыл, Түген ауданының адаммын. Мен атом электр станциясына қарсымын деген видео челленджіңді жолдаңдар. Ал бұндай видео челленджі миллиондап жиналған кезде біз халықарада дабылға қаламыз. Үнсіз қалма қазақ.